Ал балам баста. Бүгін біз белгілі ақын, көптеген хиттердің мәтін жазған автор әкем Бақытжан Ауданбаймен шығармашылық саяхаттамыз. Әке, сіз Ержан Серікбаевпен керемет мықты тандем боп 30-ға тарта әндерді жарыққа шығардыңыздар. Олардың барлығы кеңінен халыққа тараған хит әндер болды. Ал енді менің сұрағым, Ержан Серікбаевпен ең алғашқы жазған қай ән еді? Соны баяндап, бір тарихын айтып берсеңіз. Ол енді балам былай басталған нәрсе болды. Мен бір өмірімнің бір секторында Шымкент қаласында өмір сүрдім. Сол өмір сүріп жүрген кезде мен той басқаратынмын, тамада болатынмын. Сол тамада болып жүрген кезде Ержан Серікбаевпен таныстым. Ержан Серікбаевпен танысуым, ол жайлы естуімнің өзінше бір тарих. Оны келесі видеоларда көрсете жатармыз, айта жатармыз. Ал енді Ержанның өзінің жаңағы айтып жүрген әндері маған қатты ұнап, мен оны өзім басқаратын тойларға шақырып жүретін болдым. Сөйтіп тағы да бір тойда екеуміз қызметімізді жасап, екеуміз бірге қайтқанымыз бар. Сол екеуміз қайтып келе жатқан кезде әңгімеден әңгіме шығып, мен оған айттым. Ол кезде ол жаңағы көтерейік қане достар, махаббат үшін деген өлеңін, сосын жаңағы сен ғана, сосын жаңағы інжу моншақ деген өлеңдерін айтып жүретін. Сосын мен оған айттым, Ержан дедім, саған осы әндеріңе сөзді кім жазады дедім. Сөйтіп айтты, өзім жазам деді. Әй, сен өзің жазғанша, сен бұлай әдемі әндеріңе сөзді ақындарға жазғызбайсың ба? Сол кезде мынау өлеңдеріңнің, әндеріңнің кішкене ғұмыры ұзақ болады, халық оны жаттауына да ыңғайлы болады. Мен байқаймын, сенің өзіңнің жазуыңда кейбір жерінде кішкене бір жөндеулер, кейбір жерлерін кішкене жонын қыра жіберіп, кейбір жеріне басқа бір сөздерді қолдану, басқа бір ұйқасты, басқа бір мағынаны қолдану керек сияқты маған сезіліп тұрады дедім. Сондықтан да сен ақындарға жазғызсайшы дедім. Мен енді ақындарға беремін дейді да, сөйтсем олар созып жібереді дейді. Содан не керек? Күн артынан күн өтеді, ай артынан ай өтеді, жылдап кетіп қалады. Ей, қашан жазасың? Ей, шабытым келмей жатыр, уақытым болмай жатыр, қолым тимей жатыр, мен жаңа шектеле береді деді. Сосын мен айттым, ей, үйтетін болса сен маған ақ берші, очередной өлеңді мен ақ жазып тастайын дедім. Сол айтқаным мұң екен, ертесін ақ маған ол кезде жаңа кассетаға жазып әкеледі, кішкентай кассета бар ма? Сол кішкентай кассетаға жазып, Бақытжан, мінекей мына өлеңді тыңдап көрші, осыған сөз жазып берші деді. Сосын менде енді сөз жазудан опыт, мен сол жерде жаңағы Нұрлан Адамбековпен істеген тәжірибем бар, өлеңге сөз жазатын. Ол мен жаңағы Қалқатаймай деген бір өлеңді бірге жазғанбыз. Енді Нұрлан Адамбековте енді халыққа танымалы композитор ғой, кәдімгі Шілдехан, Әбесік той, тұсау есер, сүндет тойдың авторы. Сондай тәжірибем бар, сондай тәжірибеме салам ғой, бұлайда өзім әйтеуір шатпақтап өлең жазатын әдетім бар. Сосын жаңағыны алдымда енді бұл Ержанның бұл әніне керемет сөз жазу керек деген ой түйдім өзімше. Өйткені бұл жаңағы өлеңді тыңдап көрем, өте жаныма жақты. Сол көңілімнен шықты. Әдемі ән екен да. Әй, оны білмеймін, мен 10 рет тыңдадым ба, 20 рет тыңдадым ба, 30 рет тыңдадым. Тыңдай бердім, бірақ жазатын еш нәрсем жоқ. Жаңағыны жазайын десем, не басы келіспейді, не аяғы келіспейді, бір шатпақтап бір нәрселер шығады. Бірақ көңілімнен шықпады осының барлығы. Бір екеуін жаңағы қағазға асықпай жазып, айтып та көрдім, тек келіспейді. Содан мен де енді күн артынан күн өтті, ай артынан ай өтті демеймін, бірақ та бір-екі күнде соған жоғалтып алдым, шыны керек. Іздендім. Ол да сұраған жоқ, Бақытжан, не болды ана менің әнім, сен де созып жібердің ғой деп айтқан жоқ. Бірақ әйтеуір бір күні өзімнің жаңағы ескі архивтерімді ақтарып отырмын, қағаздарымды, өлеңдер жазған екенмін. Соны ақтарып отырмын, ішінен бір өлең шықты. Бұл жаңағы сарғыш тартып кеткен қағаз екен. Бұл жаңағы Екен мамаң
төркүнүнө кетип калган кезде үйдө жалгыз калып бір тойга чыгайын десем не галстугумду таппай, не жаңағы нәс кийимдин дурусун таппай, бір сөйтіп өзім үйде карбаласып жүрген кезде бәрін енді екен мамаң тауып беруші еді ғой менің. Көрермендерге белгілі болсын, менің жұбайым Эльмира Дүйсенова деген. Сол тауып беретін, бәрін үтікке басып беретін, бәрін жақсылап беретін. Енді ол жоқ. Менің қасымда болмаған соң бір жағынан оған деген сағынышым бар. Сөйтіп өмірге келген бір өлең екен. Ол жаңағы негізі жаңағы ешбір ғажап ешбір ғажап қызықтырмас менің жанымды, сен қасымда болмасаң егер, өмір азап солғын тартар жүрек жалынды, сен қасымда болмасаң егер деп егері бар екен де жаңағының. Енді Ержанның өлеңіне салып көрсем, егері сыймайды енді буынға. Ал енді егерін алып тастасам, тым жақсы жатып жатыр жаңағы әрбір буынына, әрбір нотасына. Қуанып кеттім. Жаңағыны дереу жаңағы екі куплеті толық жатады екен, бірақ қайырмасы жоқ екен. Қайырмасында жаңағы мәтіннің ырғағына, мәніне, оның жаңағы мазмұнына қарап, өзінен өзі келе қалды жаңағы. Баурап алатын дидарың қандай, қарай берер мем көзімді алмай, жаутан қағатын жанарың қандай, арай төгетін аппақ таңдай деп өзінен өзі келе қалды. Оны бір жазып алып қуанайын. Сөйтемде алып ұшып екі өкпемді қолыма ұстап Ержан үйіне келдім. Ержан ол кезде Шымкент қаласында спортивный деген микрорайон бар, соның бір үйінде 5-ші этажда тұрады, 5-ші қабатта. 5-ші қабатқа арсылдап шықтым, сөйттім де есігін қақтым, ішке кірдім. Кама бар екен, Кама деген әйелі, Кама дейміз, Камила ғой. Кама бар, сосын Ержанға айттым, өлең дайын болды, айтып көрші дедім. Жүр онда деді, залға ертіп барды. Залда бір дәу стол бар. Столдың үстінде Ямахасы тұрады ылғида. Ямахамен тартып, жаңағы менің сөздерімді бір рет айтып шықты, 2 рет айтып шықты, 3 рет айтып шықты. Әр айтқан сайын жаңағының көзінен бір қуанышты байқап жатырмын да, бір довольствие бар, бір риза болып жатқан сияқты. Қарап тұрсам, жаңа 3-ші айтқандан кейін уже Камила кухняда тамақ пісіріп жүрді ма, сол келіп тұр. Сөйтіп ол қосылып айтты, мен қосылып айттым, жаңағыны айтып жатырмыз. Таңғы 4-ке дейін айтыппыз ба сондай. Үшеуміз де қуаныштымыз. Мынау бір хит өлең болатын болды ғой деп жаңағы. Сөйтіп өмірге сол сен қасымда болмасаң деген ән шықты. Бірақ та бұл өлеңді бірден бір ауқымы бір мен енді өзім ойладым, ертеңнен бастап бір жаңағы бір жерде біреу ыңылдап айтып жүретін шығар, біреу ысқырып айтып жүретін шығар деген ой болды. Өйткені шынында да Ержанның әні сондай бір керемет шыққан ғой. Оған жаңағы менің сөзім де өте жақсы жатқанын өзім де сезіп жатырмын да. Содан бұл өлең енді не де болса шығады ғой деп едім. Сол білмеймін әйтеуір 1 жыл өтті, әлі сол қалпы, 2 жыл өтті, сол қалпы. Ержан енді тойларда айтып жүрді. Оны республиканың түкпір-түкпірінен шақырушы еді ғой. Шымкентте той өтеді, Алматыда өтеді, Ақтөбеде өтеді, Атырауда, Ақтауда өтеді, барлық жерге шақырады, барлық жерде айтып жүрді. Бірақ енді өзінің уақыты керек па әнге де, ауқымды өзінің аудиториясын әлі қамти қойған жоқ ол. Сөйтіп жүргенде арада 5 жыл өтті. Одан кейін де біз Ержан екеуміз қанша өлеңдер шығардық. Ана ауылым аңсадымды шығарып тастадық, одан кешір меніні шығарып тастадық. Жаңағы қариялар деген өлеңіміз, сен үшін деген өлеңдеріміз жазылып жатыр ғой жаңағы. Шофердің жыры бар жаңағы. Темір тұлпар бәйгені бермес, көңіл шіркін жеткізер емес. Жаңағы ай деген өлеңдер шығып жатыр енді, оны жазып жатырмыз енді табылап. Бірақ жаңағы сен қасымда болмасаңның тағдыры сөйтіп тоқтап қала ма, бұл қалай болды, әлде біз қателестік пе деп жүрген кезде бір күні Ержан айтты, мен деді анау Асқар Жүнісбеков деген балаға өлеңді бердім, қалай қарайсың деді. Жақсы ғой дедім, өйткені Асқарды соның алдында бір тыңдап жүрген, бір Тырналар деген Ержанның өлеңін айтып жүрді. Содан кейін анау бала күнімізде көше әні бар еді бір.
аққайынға зарымды айтып мен қала бердім деген соны айтып шықты. Өзінің стилі бар, өзінің дауысы бар, өзінің тембрі бар, өзінің харизмасы бар. Әп-әдемі жігіт Асқар Жүнісбеков деген. Сол бір легкий қылып айтып шықты. Енді Ержанның өзінің записінен тыңдауға болады, кішкене конкурснылау қылып жазған ғой. Мынау болса бір тойдың варианты ма, бір білмеймін әйтеуір жеңіл қылып шығарыпты да. Солай болды ма, жаңағы Асқар айтқаннан кейін бұл өлеңнің ауқымы, өрісі кеңейіп, Құдайдың құтты күні қай жер болмасын сол жерден еститін болдық. Базарға басақ, базардан естиміз, вокзалға барсақ, вокзалдан естиміз. Оны жаңағы біреу ыңылдап айтып жүреді, біреу ысқырып айтып жүреді. Жаңағы ютубтан басқа біреулер айтып жүреді, бір тойларда біреулер айтып жүреді. Кейінгі кездер тіпті оған кино да шығарғанға біреу бір хикаялар шығып жатырған құсайды. Оны біз рұқсатты алған жоқ олар. Сөйтіп жаңағы той томалақтарда, құдалықтарда жаңағыны естіп, шынын айтсам өте қуанамын. Бірақ та мынау Асқардың айтқан вариантында кейбір сөздерді ол енді баяғыда өзі біз өлеңнің сөзін жазған кезде магнитофонды ары айналдырып, бері айналдырып, түсінбей қалған жерімізді қайттан айналдырып жазушы едік қой. Содан Асқар түсінбеді ма, бір-екі сөздерінен қате кетіпті. Енді өзінің айтқанда. Ол қатені келесі орындаушы одан тыңдап алып, ол қате қылды, ол қате қылды. Сонымен қатеден қате оны мен саған айтып бердім ғой, өткен жолы. Сөйтіп мен саған өзіңе оригинал вариантын бердім. Нұркен дедім, балам, мынаны бар қоя, мыналар қате айтыпты деп, сен де қате айтып кетпе, бұның оригинал варианты осындай. Осыны сен халыққа жеткізуің керек деп мен айтқанмын. Ендеше осы өлеңді мен тарихын бітірдім, сен сол өлеңді қазір осыны көрермендерге айтып берші. Ендеше оригинал нұсқасында. Оригинал нұсқасы Алдарында Нұркен Сұлан. Автордың өзімен бірге. Ешбір ғажап қызықтырмас менің жанымда, сен қасымда болмаса. Өмір азап солғын тартар жүрек жалынды, сен қасымда болмаса. Түн түнеріп тамылжымас таңдатпайды, сен қасымда болмаса. Күнде күңгір тартып алып нұрын шашпайды, сен қасымда болмаса. Баурап алатын дидарың қандай, қарай берермен көзімді алмай. Жаутан қағатын жанарың қандай, арай төгетін алтын таңдай. Табиғатта тамашасын жасырып алған, сен қасымда болмаса. Бір сұлулық байқамаймын қасымда барда, сен қасымда болмаса. Көңілім бір көтерілмей жүрек жылайды, сен қасымда болмаса. Бар әлемнің бар байлығы түкке тұрмас, сен қасымда болмаса. Баурап алатын дидарың қандай, қарай берермен көзімді алмай. Жаудан қағатын жанарың қандай, арай төгетін алтын таңдай. Баурап алатын дидарың қандай, қарай берермен көзімді алмай. Жаудан қағатын жанарың қандай, арай төгетін алтын таңдай. Жаудан қағатын жанарың қандай, арай төгетін алтын таңдай. Мінекей.
рахмет. осылай болу керек. Казахи. Керемет тандем болған Бақытжан Ауданбай мен Ержан Серікбаевтың әндері бұдан былай осындай рубрикаларда бұйырса жарыққа шығады. Қолдап тұрыңыздар. Сапалы музыка тыңдаңыздар. Сапалы дүниелер көріңіздер. Тек жақсылық болсын. Жақсы, Дубайдан сәлем.